Берекелі болашақ медитациясы. Бұл медитация сіздің ішкі халіңізді молшылық күйге бағыттайды. Жүйелі таңертең жүрген кезде және ұйықтар алдында 15-20 минут тыңдау арқылы ниетіңіз бен әрекетіңізге қарай нәтиже алатын боласыз. Бұл медитацияны уайымдап, қаржылық бағытта қорқыныш болғанда тыңдаған жөн. Зейініңізді молшылыққа аударып, ішкі вибрацияңыз көтерілетін болады. Есіңізде болсын, сіз өзіңізге қаламаған нәрсені ойлап, зейін қоя беру арқылы қаламағаныңызды өміріңізге әкелесіз. Ертеңгі күнді, болашақты ойлап ниеттенетін, таңдайтын уақыт келді. Медитациядағы сөздерді сезініп, қайталап айтсаңыз, немесе мұқият тыңдасаңыз, кейбір сәттерді сезініп, елестетсеңіз болады. Құлаққаптарыңызды киіңіз, сіз үшін ішкі керемет берекелі болашаққа ниеттену жолындағы мықты жұмыстарды бастаймыз. Мен жаңа қаржылық мүмкіндіктерге ашықпын. Ақша менің өміріме жеңіл және оңай келуде. Мен жаратушыға күнделікті ұлғайып жатқан кіріс үшін алғысымды білдіремін. Ақша маған келуді қалайды және менің берекемді арттыруға ниетіме қарай келеді. Мен өзіме деген, ақшаға деген көз қарасымның өзгеріп жатқанын байқаудамын. Менің денемдегі әрбір клеткам молшылыққа ашық. Мен өзіме ақшаның қажет уақытта, қажет мөлшерде оңай, тез келетінін білемін. Алла өте адал және жомарт. Ол бізге сұрағанымызды береді. Алла сұраушының өтінішін оның денесінің күйіне, вибрациясына және қайталана беретін ойына қарай өлшеп береді. Мен жетістікке өзімнің ой санамның деңгейінде жетудемін. Адам дайын болғанда ниетіне қарай алатыны хақ. Әр түрлі жолдармен ойламаған жерден дайын адамға молшылық келеді. Менің дене вибрациям күн өткен сайын молшылыққа ыңғайланып дайын болуда. Мен айналамнан жаңа мүмкіндіктерді, молшылықты байқаудамын. Менің мүмкіндіктерім шексіз. Менің ішкі ғажайып рухани әлемімнің шексіз екенін білемін. Менің сезімталдығым күннен күнге артып, мүмкіндіктерді тек айналамнан ғана емес, шексіз мөлшерде көрудемін. Ішкі рухани әлемімнің даналық нұсқауын сеземін. Ішкі рухани әлемім менің мүмкіндіктерімді шексіз деңгейде көре алады. Ішкі қалауым мені еш адастырмайтынын білемін. Менің қалауым орындалу барысында мен ішкі вибрациямды түсірмей, рухымды жоғары ұстау арқылы көмектесе аламын. Ішкі рухани әлеміме мен қалайтын нәтижемді айтып, ниеттеніп, вибрациямды жоғары ұстап, шүкіршілік күйінде жүрсем, ол мені қаржылық жетістікке, берекелі болашаққа оңай апара алады. Мен өз кірісімнің тез өсуіне ықпал ете аламын. Мен молшылықты таңдаймын. Мен молшылықты, материалды және қаржылық жетістікті барлық күйде күтпеген жерден өзіме тарта аламын. Мен
өзімнің рухани әлемінің ішкі молшылық күйін нығайтудамын. Менің әр қадамым мені жарқын болашаққа, молшылыққа алып баратыны анық. Мен әр тұстан, әр сәттен молшылық көремін. Мен молшылықта өмір сүрудемін. Дәл қазір менің қалаған өмірімнің кірпіші қаланып жатыр. Себебі менің вибрациям молшылықта және ниетім түзу. Мен молшылық күйді сезініп, ойымда ұстаймын. Бұл күймен жүргенде мен өзіме сәттілік, мүмкіндік, молшылықты, ақшаны тарта аламын. Маған осындай шексіз ризықты, молшылықты, мүмкіндіктерді берген Аллаға сансыз шүкір. Күн өткен сайын менің берекем артуда. Мен осы медитацияны тыңдаған сайын қаржылық тәуелсіздікке баруыма ықпал ететін мүмкіндіктерді көріп байқаудамын. Менің түпкі санам күн өткен сайын өзгеруде. Мен ішкі рухани әлеммен түп санам арқылы өмірімді өзім қалағандай етіп өзгерте аламын. Алла ұлық. Алланың аманатқа берген жүрегін, денесін дірілдетпей, әр сәттен ризық көріп, жұтқан ауаңа, ішкен суыңа, көрген көзіңе, соққан жүрегіңе шүкіршілік етіп, денеңнің вибрациясын жоғары ұстап жүрсең, ризығыңды арттырып, ниетіңді қабыл етері сөзсіз. Бұл әлемде берекені арттырып, молшылыққа апаратын идеялар, қайырымды сатып алушылар, керемет мүмкіндіктер, саналы дана адамдар өте көп. Мен қажет жерде, қажет уақытта болатын өте жолы болғыш адаммын. Менің рухани бағытта, даналық жолында, қаржылық молшылыққа апаратын, дамуыма ықпал етіп, мені қолдап, рухымды өсіретін жандарды өмір жолында кездестірудемін. Мен сәттіліктің, молшылықтың, таңғажайып кереметтің босағасында тұрмын. Мен өз өміріме ғажайыптың енуіне рұқсат беремін. Ғажайып біз өмірімізде орын бергенде ғана келеді. Өмір маған керемет қуанышты жағдайлар мен жетістік, молшылық дайындап тұрғанын білемін, сеземін. Мен күнделікті жақсылықтан, ғажайыптан күдерімді үзбеймін. Мен әр тұстан келетін ақшаларды, молшылықты, ризықты алғыспен, мейірім махаббатпен қабылдаймын. Келесі ризық, молшылық ақша қайдан келеді деп басымды қатырмаймын. Себебі Алладан күдерімді үзбеймін. Алла менің ниетіме, шүкіршілік вибрацияма қарай міндетті түрде беретініне сенемін. Ауаны қалай шексіз ризық етіп беруде бәрін солай береді. Бастысы біз дайын болып, денеміз дірілдемей шүкіршілікте болу. Алла шүкіршілік етсең арттырам дейді. Әр күн сайын мен адамдар арқылы берген Алланың ризығын қабылдауды үйренудемін. Бұл мені Аллаға жақындата түседі. 18 мың ғаламды жаратқан Аллаға менің өмірімді молшылыққа толтырып, берекемді арту сөз емес. Алла ешкімді алаламайды.
Молшылық пен берекенің келуіне тек менің ниетім, ойым мен сөздерім, вибрациям кедергі болады, немесе артуына ықпал ете алады. Мен молшылықты таңдаймын және қалауымды аламын. Молшылық менің өміріме енуде. Менің әр клеткам молшылыққа ашық. Ақша маған өзендей ағылып келуде. Мен ақшаны қабылдауға, өзімнен мейірім махаббатпен өткізуге дайынмын. Мен әр сәттен молшылықты анық көрудемін. Маған ақшалы болу өте жайлы. Әр келген қорқыныш үрейді мен танып, энергия бермей өшуіне ықпал етем. Олар ескі ұстанымдардың жаңғырығы. Маған ақша бұл қорқыныш, бұл ұят, бұл жамандық, бұл қиын деген ойлар келсе, дереу байқап былай айтамын: мені енді ақшадан қорғаудың қажеті жоқ. Осы кезге дейін қорғағандарыңа рахмет деп босатамын және оларды жағымды ойларға ауыстырамын. Менің тағдырым молшылықта өмір сүру. Мен өзімнің бар өткен қателіктерімді кешіремін. Мен өз бойымдағы бар жақсы қасиеттеріме сенемін. Менің бойымдағы бар қасиеттерім жарқырап айқындалуда. Мен ақшамды жақсы ниетпен, мейірім махаббатпен жұмсаймын. Мен ақшаны өмірім жайлы, рахатқа толы болуын қамтамасыз ету үшін жұмсаймын. Әрбір мен төлеп жатқан төлем әлемге менің ақшаны өміріме қаншалықты көп әкеле алатынымның дәлелі. Өсіп жатқан шығындар менің кірісімнің еселеніп жатқанының белгісі. Мен ақшаға құрметпен қараймын. Әр күн сайын мен Алланың жомарттығына куә болып шүкіршілік танытудамын. Мен ақшаны жеңіл қабылдаймын. Ақша менің өміріме жаңа мүмкіндіктер мен рахат, жайлылық әкеледі. Менің ішкі халім банк счетымдағы мол ақша бар екенін білуден бұрын вибрациясы молшылықта, шүкірлікте болады. Мен өз қалауыма оңай қол жеткіземін. Мен өз мүмкіндіктерімді рахаттанып қолдануға дайынмын, лайықпын. Мен өз қалауымның бәріне лайықпын. Ақша маған еш қиындықсыз, оңай, жеңіл ағылып келуде. Менің вибрациям жоғары шүкірлікте болған сайын ақша молынан келеді. Мен оны анық байқаймын. Менің ішкі әлемім жайлы, жеңіл болса, сыртқы әлемімде дәл сондай жайлы, жеңіл болуда. Мен өзімдегі барым үшін алғысымды білдіремін. Маған келген молшылықты өзімнің және айналамның игілігіне жаратуға ниет еттім. Менің байлығым әлемге игілік алып келеді. Маған өте көп мөлшердегі ақшаны басқару оңай. Мен үлкен көлемдегі төлемдерді жеңіл, алғыспен төлеймін. Ақша менің өміріме сәт сайын жеңіл келуде. Сондықтан мен ақшаны рахаттанып жұмсаймын. Мен өзіме келген ақшаны басқаратын мүмкіндігім бар. Менің берекелі болашақ тудыратын мүмкіндігім шексіз.
Менің өз ішкі вибрациямды реттеп, ойымды шүкіршілікте ұстау өз қолымда екенін білемін. Яғни, өміріме молшылық әкелу де өз қолымда екенін білемін. Осымен медитациямыз аяқталды. Осы медитацияда айтылған ұстанымдардың жаныңызға жақын болып, ішіңізге молшылық сезімін оята алған бір-екеуін күнделікті вибрацияңыз төмендегенін сезген бойда сезіне отырып қайталап айтып жүрсеңіз болады. Сәттілік серігіңіз болсын, берекелі, бай, қуатты болыңыз. Ізгі ниетпен Бәтіш Оралбекқызы.